Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз сауатташу негіздері пәнінен тағамдар қайдан келеді, әріпімен дыбысы тақырыбында сабақ өтеміз. Сабағымыздың мақсаты балаларға тағамдар қайдан келетіні туралы түсінік беру, жазу жолын, жол аралық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін жазу. Сабағымызды психологиялық ахуалдан бастасақ. Мейірімді жүрекпен, ақ пейілді жүрекпен амандасып алайық, бір жадырап қалайық. Оқушылар, енді жаңа тақырыпқа назар аударсақ, суреттің сол жағында көкөністер мен жемістер берілген, және төменгі жағында сүт, ет тағамдары берілген. Суреттің оң жағында 4 түлік мал, ал төменгі жағында жер берілген. Яғни, бұл жерде біздің түсінетініміз, жемістер мен көкөністер жерден өніп өседі, ал ет, сүт тағамдарын біз 4 түлік малдан аламыз. Ал енді тапсырма орындасақ. Бірінші тапсырма: жерден өніп шығатын тағамдарды жасыл түспен қорша, малдан алынатын тағамдарды қызыл түспен қорша. Ал енді екінші тапсырма: пісірмей жейтін тағамдар қайсысы белгіле. Пісірмей жейтін тағамның жанына қосу таңбасын, ал пісіріп жейтін тағамның қасына алу таңбасын қоямыз. Оқушылар, бізге ненің суреті берілген? Дұрыс айтасыңдар, қоянның суреті берілген. Қоян дегенде қандай әріп естіліп тұр? Әріп естіліп тұр, дұрыс айтасыңдар. Бүгінгі біздің өтетін әрпіміз әрпі. Әрпінің мынау баспа және жазба түрі. Ал енді тамашалайық. Сіңдер ма балалар? Бүгін біз сіздермен әліпбиді оқуды бастаймыз. Ол кітап әріптер мен сөздердің сиқырлы әлемі деп аталады. Кітап жай кітап емес, сиқырлы кітап. Енді балалар, мұқият зер салып қараңыздар. Әріпі. Әріпі. Аяқ. Аяқ. Таяқ. Таяқ. Аяз ата. Аяз ата. Аялдама. Аялдама. Қияр. Қияр. Тақия. Тақия. Әрпі, оқушылар, дауысты дыбыс, сол себепті ол қызыл түспен белгіленеді. Әрпінің тағы бір ерекшелігі ол қосарлы дыбыс. Мысалға, екі әріптің бірігуі арқылы жасалатын сөздерді қосарлы дыбыс дейміз. Қоян, шаян, ұя, бояу. Бұл жерде екі әріптің бірігуі арқылы, мысалға, ұя, қойан, шайан, бояу деп естіліп тұр. Яғни оқушылар, әріпі иа және ая әріптерінің бірігуі арқылы жасалып тұр. Әріпі орыс тілінен енген сөздерде кездеседі, және де қазақ тіліндегі кейбір сөздерде кездеседі. Қазақ тіліндегі сөздерге мысал келтіретін болсақ, яғни бояу, аяқ, таяқ, саяқат, өмірбаян. Енді үшінші тапсырма: әріпімен таныс бол. Аянды пияз жылатты, көзінің жасын бұлатты. Бұл не? Пияз. Ал енді әріпінің бас әрпінің жазылуына назар аударайық. Төменнен жоғары қарай солға қараған көлбеу сызық, жоғарыдан төмен қарай оңға қараған көлбеу сызық және жарты құрсау. Кіші әріпі де дәл солай, төменнен жоғары қарай, жоғарыдан төмен қарай солға және оңға қараған көлбеу сызық және жарты құрсау. Дәл осылай сауатташу дәптерімізге жазып шығамыз, оқушылар. Енді кері байланыс. Сабақты түсінсек жасыл, жартылай түсінсек сары, мүлде түсінбесек қызыл түс жібереміз. Назар аударғандарыңызға рахмет.